Сәлеметсіздер ме? Жылдық бағаны сақтау үшін біз алдымен бағалар бөліміне барамыз. Осы жерде біз бірінші 4-ші 90-дықта сақтап аламыз. Жарты жылдыққа сақтау. 4-ші 90-ды сақталды. Енді біз 90-дық бағалар бөліміне барамыз. 4-ші 90-ның бағалары шықты. Енді жылдық бағаны шығару үшін мына жерде астыңғы жағында жылдық бағаны қарап шығу деген бар, соны басамыз. Бағалар шықты. Енді осы бағаларды мұқият түрде тексеріп аламыз. Яғни жылдық бағаларды сақтаймыз, осыны басамыз. Басқан кезде бір ескерту бар. Яғни мына бағаны біз сақтағаннан кейін біз ешқандай жылдық бағаны өзгерте алмаймыз. Сол себепті мұғалімдер жылдық бағаны сақтар кезінде оқушылардың бағаларын дұрыс екендігіне көз жеткізіп аламыз. Жылдық бағаларды мен енді мына бағаларды қарап шықтым. Енді жылдық бағаларды сақтау деген батырманы басамын. Жылдық бағамыз сақталды. Сақталды, жылдық бағамыз шықты. Сіз мысалы жылдық бағаның шыққанын көру үшін 90-дық бағаның ішіне кіріп көре аласыз. Енді мен мына бағаны өзгерте алмаймын. Кішкене мектеп еді ол. Айналып тұр, бағалар шықты, жылдық осылай сіз 90-дық бағаның ішіне кіріп көре аласыз.